Ема әрең тұрғансың ғой, сағат қанша болған екен өзі? Мен кеше кеш жатып едім, енді бүгін кеш тұрмасам болды ғой. Қазір сағатты көрейін. Бастық кеше маған жұмыста 8-де болсын деп еді. Қазір сағатты көрейін, шынымен ше. Кешіп қалсам бастық мені жұмыстан қуып жіберуі мүмкін. Сондықтан сағат қараймын. Ема базар жоқ, сағат 9 болды дей ма? Мен жұмысқа кешіп қалдым ғой. Ема ең не істеймін, бастық жұмыстан қуып жібермесе болды ғой. Қазір мен енді көлікке отырып шынымен де жұмысқа бара берейін. Ема базар жоқ, далада адамдар көп екен, сағат 9 болса да барлығы жұмыс жасап жатыр екен. Мен ғана енаған тұрыппын ғой, базар жоқ. Кеше кеш жатпай екен. Қазір көлігіме отырайын. Ема көлігім қайда менің? Көлігім кеше осында ғана қалдырып едім ғой. Базар жоқ, көлігімді біреу алып кеткен ба? Түсінбей жатқанмын. Мына көліктің ізі тұр, шынымен де біреу айдап алып кеткен ғой менің көлігімді. Тұсында түсінбей жатқаным, менің көлігімді таңертең ұрлаған ба, или кеше түнде ұрлаған ба? Көлігім кеше осында ғана тұрып еді, базар жоқ. Сонда мен қалай естімеген менің көлігімді ұрлағанымды? Базар жоқ, не істеймін, бұл көлік әкемдікі ғой. Әкем мені ұрсатын болды ғой осы көлікті жоғалтқан үшін. Ема базар жоқ, не істеймін мен? Мынау болмайды, өзінше бір нәрсе істеу керек, а то мына көлігімді біреу алып кетіп, қаладан шығып кетіп, басқа біреуге сатып жіберуі мүмкін ше. Сондықтан мен қазір мына полиция участокке баруым мүмкін ше. Қазір мына мотоцикліме отырып алайын да полицейский участокке баруым керек. Болмаса менің көлігімді басқа қалаға апарып сатып жіберуі мүмкін ғой. Мен сөйтіп көліксіз қаламын. Бірақ сондықтан қазір енді мен полиция учаскесіне барып қайтайын. Міне мен де полицейский участокке келіп қалдым. Қазір осына тоқтаймын. Ассалаумалейкум, полиция мырзалар, маған сіздің көмегіңізге көп тұрады. Менің көлігімді біреу ұрлап әкеткенше, осы жаңада қарасам, көлігімді біреу ұрлап кеткен, көлік орнында жоқ ше. Ана көліктің іздері тұр, бірақ көлікті таппай қойдым. Сөйтіп сізге келдім, полиция мырза, маған тауып бере аласыз ба менің көлігімді? Уағалейкум ассалам. Көлігің түсі қандай? Сөйтіп көлігіңді қашан ұрлап әкетті? Көлігімнің түсі қара болатын, ол джип болатын. Ал ұрлап әкеткен күн айтатын болсақ, оны бүгін ұрлады ғой деймін. Бүгін түнде ұрлап әкеткен сияқты, себебі мен таңертең қарасам көлігім жоқ екен. Көлік бүгін жоғалды дейсің бе? Ондай болса біз бүгін оны іздей алмаймыз, себебі көлік ұрланғаннан кейінгі 2 күннен кейін ғана іздей аламыз. Сондықтан бұл көлікті бүгін іздей алмаймыз. Ема офицер мырза, ондай болса мен не істеймін? Көлігімді бүгін ұрлап кетті ғой. Ол көлікті басқа біреулер Лос-Сантостан алып кетіп басқа қалаға сатуы мүмкін ғой. Оны таба алмаймыз ғой 2 күннен кейін. Ема базар жоқ, мыналар сонда іздемейміз дей ме? Ондай болса мен өзім іздеуім керек сияқтымын ғой. Себебі мына көлікті шынымен де басқа біреу сатып жіберсе, мен көліксіз қаламын ғой. Қой, ондай болса мен қазір мотоцикліме отырып осы көлігімді іздемесем, а то полициялар шынымен де іздемейтін сияқты ғой. Ондай болса мен қазір өзім іздемесем, мына көлігімді алысқа алып кетпеген шығар. Енді қазір мен бүкіл қаланы ақтаруым керекпін. Ема базар жоқ, мен көлігіме GPS қойғанымды ұмытып кеттім ғой. Ондай болса осы GPS арқылы мен өз көлігімнің қайда екенін таба аламын ғой. Сондықтан мен қазір телефоннан GPS-ті көрмесем, көлігім қайда кетіп қалғанын шынымен де. Мына көлігімді басқа жаққа апарып тастаған ба екен, әлде уже сатып жіберген бе екен? Мен оны шынымен де тез табуым керек, ма басқа біреуге сатып жіберіп мен көлігімді алып қаламын ғой. Сөйтіп әкем маған ұрсатын болады. Сондықтан қазір шынымен де көлігімді тауып алмасам, мына GPS арқылы. Так телефоннан қарамасам, так шынымен де қаланың шетіне кетіп қалыпты ғой ұрлықшы. Менің машинамды ұрлап, базар жоқ. Бана айтқаным шынымен дұрыс болыпты. Мынау шынымен де ұрлықшы менің көлігімді алып басқа қаланың шетіне сатайын деп отыр екен ғой. Ондай болса шынымен де қазір ұстап алу керек. Болмаса көлікті сатып жіберіп өзі кетіп қалуы мүмкін. Қазір мотоцикліме отырып, мына ұрлықшыны ұстап алмасам, қаланың шетіне деймін, қазір сол жаққа барып қайтамын. Қазір мына ұрлықшыны ұстап аламын. Міне қаланың сыртына да шықтым, бірақ өз көлігімді әлі көрмей жатырмын. Шынымен де ұрлықшы көлікті қаланың сыртына апарып тастаған ғой. Қазір тауып алмасам осы ұрлықшыны, бірақ мен өз көлігімді тауып алмай жатқан қараш, GPS-тен қайтадан көрмесем, қайда кетіп қалған екен мына көлігім. Қазір мына жерін бәрін ақтарайын. Мына шынымен де Лос-Сантостан кетіп қалайын деген ғой, менің көлігімді сатып, ема базар жоқ. Так, осы жерден тоқтайым, телефоннан GPS-ті картан көрмесем, қайда кетіп қалғанына көлік шынымен де әлі таппай жатырмын ғой. Мынау шынымен де Лос-Сантос қаласының тура шетінде тұр екен ғой. Қазір осы жаққа барып қайтпасам, шынымен де жақын жерде екен. Қазір шынымен де барып қайтып өзі көлігімді алып, мына ұрлықшыны түрмеге апарып тастамасам, а то ендігі тағы да менің көлігімді ұрлайды ғой. Мына қаланың шетінде деп тұр, қазір жақындап қалған сияқтымын ше. Қазір мына жерге барып қайтпасам, осы жерде болу керек шынымен де GPS карта бойынша.
Міне келіп қалдым, қазір осы жерде ғой деймін, иә, GPS карта бойынша осы жерде көрсетіп тұрған бағана. Міне келдім, қазір на телефоннан көрмесем GPS-і. Так, GPS мына жерде. Я тура осы жерде екен шынымен де. Менің көлігім тура осы жерде екен. Бірақ мен ешқандай көлікті көріп тұрған жоқпын. Мүмкін мына таудың астында шығар. Қазір түсіп көрейін. Так, мына таудан ақырындап түсейік. Болмаса құлап түсермін. Сондықтан қазір мына пляжға ақырындап барайын. Болмаса мен жерден құлап басым жарып аламын. Сондықтан түсіп алайын. Қазір GPS карта бойынша осы жер деп тұрған. Бірақ мен өз көлігімді әлі көріп тұрған жоқпын. Мүмкін мына пляж жақта шығар. Қазір мына жаққа барып көрейін. Ема базар жоқ, мынау менің көлігім емес пе? Ема мына менің көлігім, мұнда тұр, еще қасында тағы да бір адам тұр ғой. Мынау кім өзі? Қазір қасына жақындап көрмесем, болмаса мына көлігімді бір нәрсе істейін деп жатыр ғой дейме? Қазір қасына барбаймын, мына менің көлігім екен шынымен де. Базар жоқ, мына менің көлігім шынымен де ештеңе болмаған сияқты ғой көлігіме. Бірақ мынау кім? Мынау ұрлықшы ғой деймін. Ема мынау үстінен қандай киім киіп алған мынау? Ема базар жоқ, мына түрмеші емес пе? Үстіне киімі тура түрмеден қашып келген мынау? Базар жоқ, мынау алтын ұрлаған ба? Мұнда 4 елешкі алтын тұр ғой. Базар жоқ, сонда мынау менің көлігіммен банка тонаған ғой. Онда түсінікті, не үшін менің көлігім керек болған? Бірақ ол алтынды не істейді осыны пляжға әкеліп? Раджан, шық, мен саған көп алтын әкелдім. Мен сенің айтқанның бәрін орындаймын. Мен саған 4 елешкі алтын әкелдім. Раджан, шық, мен мына Лос-Сантос қаласын қират. Мен Раджанның келе жатқанын сезіп тұрмын. Қазір Раджан шығады. Раджан, шық, мен саған көп алтын әкелдім. Раджан, тезірек шық, мен саған көп алтын әкелдім. Сені осы алтынмен бүкіл қаланы қират. Түсінсем бермастан мына жақта не болып жатыр? Түсінбедім, мына адам какой-то бір құбыжықты шақырып жатыр ма? Түсінбедім, мына жерде погода не үшін өзгеріп жатыр? Жаңа ғана жаңбыр жауып, найзағай жауып жатса, қазір қар жауып жатыр ма? Не болып жатыр? Түсінбедім. Мына адам бір нәрсе жасап жатыр ғой деймін. Мені мұнда кім шақырды? Раджан деген кім мұнда? Ей, сен ба мені шақырған? Мен саған айтып едім ғой, көп алтын әкелгеннен кейін бірақ шақырасың. Сен не сөз ұқпайсың ба не? Қазір сен жеп қоям осы істегенің үшін. Раджан мырза, мен жемеңіз, мен сізге осыншама алтын бәрін әрең дегенде банкте тонап әкелдім, мені өлтірмеңіз. Жарайды, бұл жолы мен сені кешірем, бірақ ендігі жолы осыдан көп алтын әкелесің. Ал айт, қандай тілегің бар осы алтын үшін? Не ондап берем саған осы алтын үшін? Тезірек айт, әйтпесе жеп қоям. Раджан мырза, менде тек қана бірақ қана тілек бар. Бұл Лос-Сантос қаласын жердің бетінен жойып тастау. Осы Лос-Сантос қаласында мені полициялары 10 жылға қамап қойды. Енді кегім алатын кезімде келді. Раджан мырза, мен сіздің күшіңіз арқылы осы Лос-Сантос қаласын жойғым келеді. Сондықтан мен саған осы алтын бәрін Лос-Сантос қаласын жою үшін ғана келдім. Сондықтан мен Лос-Сантос қаласын жойғым келеді. Түсінікті. Ондай болса Лос-Сантос қаласын қай жерде екенін көрсет. Қазір көзін жөйетін болам бұл қаланың. Сондықтан қазір басыма отыр, қай жерде екенін көрсетесің. Ема базар жоқ, налар шынымен де бүкіл қаланы қиратпақ па? Менің Лос-Сантос қаламды сонда осы ұрлықшы осыншама алтынды ұрлап осындай құбыжықты жақырған ба? Осы Лос-Сантос қаласын қирату үшін? Ема базар жоқ. Не істеймін мен? Мына құбыжық шынымен де Лос-Сантос қаласын қирататын болса, мен ештеңе істей алмаймын ғой. Мен үйімді бәрін бұзып тастайды ғой. Сондықтан мен мына құбыжықты қалай да болмаса тоқтатуым керекпін. Болмаса мен үйімнің бәрін бытышын шығар. Бірақ мен мына құбыжықты қалай тоқтатамын? Менің күшім жоқ қой. Ема мынаны қалай тоқтатса болады екен? Маған бір мықты қару-жарақ керек қой осы монстрды өлтіру үшін. Бірақ ол қару-жарақты мен қайдан аламын? Бірінші болып Лос-Сантосқа бару керек. Сөйтіп басқа адамдарға айту керек осындай монстр келе жатқанын. Міне Раджан, мен сенің басыңа міндім. Енді қазір мен саған Лос-Сантос қаласы қай жерде орналасқанын көрсетемін. Сондықтан мына жолмен жүре бер. Иә, осы жолмен жүре бер. Қазір біз Лос-Сантос қаласына келетін боламыз. Сол кезде сен Раджан мына қаланың бәрін қирататын боласың. Содан кейін мен өз кегімді алатын боламын. Раджан, мына Лос-Сантос қаласында көптеген банктер бар. Банктердің ішінде алтындар көп. Сондықтан бұл саған да тиімді келісім. Егер сенің айтқаның рас болатын болса, ондай болса мен қуана Лос-Сантос қаласын қирататын болам. Ал ондай болса көрсет қайда екен Лос-Сантос қаласын. Сөйтіп ол жердегі алтындардың бәрін ұрлап өзіме алып алам. Міне Раджан мырза, осы Лос-Сантос қаласы деп аталады. Осы қаланың бәрін қирата берсеңіз болады. Ема базар жоқ, мына Лос-Сантос қаласы шынымен де үлкен екен. Қазір осы қаланы қирататын болам. Қазір қаладан қала қалмайтын болады. Шынымен де мына жерде адамдар көп екен. Қазір мыналардың бәрін өлтіріп тастаймын.
Мәссаған қаланың бәрін қазір қирап тастаймын. Мәссаған мына машиналар менің ішіме тиді. Мәссаған. Мына машиналар шынымен көп екен, қазір бәрін бұзып тастаймын. Мына жердегі зданиялардың бәрін қазір қиратамын. Мәссаған. Қазір жоқ, мына жерде шынымен де адамдар көп екенін қазір бәрін көзін жоятын боламын. Мәссаған. Базар жоқ, мына адамдар бәрі маған құмырсқа сияқты аяқпен мыж жесем бәрі өліп қалады. Сендерге мына машиналардың бәрін көзін құртам. Қазір мына жерде не бар тағы да бұзатын. Мына жерде машиналар қазір нағатты бұзып тастаймын. Сендерге мына зданияны да бұзсаймын. Саған. Сен мына жерде банктер бар деп айттың ғой, бірақ мен ешқандай банктер көріп тұрған жоқпын. Алтын қайда? Менің алтындарым қайда? Сен мені өтірік алдадың ба не? Қазір жеп қоям егер өтірік алдаған болсаң. Жоқ, Раджан мырза, мен сізді алдаған жоқпын. Ол алтындар мына жолдың ар жағында. Жолдың ар жағын өтсеңіз бір банкті көресіз, сол банкті тонасаңыз болады. Оның ішінде көптеген алтындар бар. Құмырсқалар, былай тұрыңдар, мен банкке келе жатырмын. Сендерге құмырсқалар вообще ұқпайды екен ғой, мен мықты екенін көрмейді ғой деме. Мен какой-то оружиелармен атып жатыр, қазір бәрін өлтіріп тастаймын. Военныйлар ғой деме, қазір көздерін жоям. Міне қалаға да келіп қалдым. Бағана Раджан деген құбыжық қаланы қиратып жатыр ма екен, әлде басқа жерде жүр ме екен түсінбей жатырмын ше. Бағана қаланы қиратам деген, бірақ мен көріп тұрған жоқпын мына құбыжықты ше. Мүмкін мына жерде басқа жақта ше, қаланың шетінде жүр мүмкін, бірақ мен Раджан құбыжық жағы көріп тұрған жоқпын. Базар жоқ, Раджан қайда? Мен что-то көріп тұрған жоқпын ешқандай Раджанды қаланы қиратам деген, бірақ мен ешқандай құбыжықты көріп тұрған жоқпын. Мүмкін мына жақта шығар. Сен банк мына жерде деп едің, бірақ мен ешқандай банкты көріп тұрған жоқпын. Сен мені өтірік алдадың ба не? Жоқ, Раджан мырза, мен сізді алдаған жоқпын. Мына банк осы ғимараттың ішінде, осы ғимаратта сындырып ішіне банкының ішінден алтынды алсаңыз болады. Жарайды, мен саған қазір уақытша сене тұрамын. Бұл қазір банкының ішіне көрейін, алтындар бар ма екен. Егер жоқ болса, мен сені жеп қоям. Базар жоқ, Раджан құбыжық маған өзі келді ғой, мен оны іздеп жатсам, мына шынымен дәу екен, қаланың бәрін қиратып жатыр ғой, полицейский машинаның бәрін бұзып жатыр. Мына осында не істейін деп жатыр, түсінбедім. Мына қалада мына Раджанды қалайда болмаса тоқтату керек, бірақ оны қалай тоқтатам, менің күшім жоқ қой. Маған бір қару-жарақ керек еді осы Раджанды өлтіруге. Қазір полицейский машинаны көрейін, мүмкін бір қару-жарақ бар шығар. Қазір багажникті ашып көрейін. Егер бір қару-жарақ болса, соны Раджанға қолданып өлтіремін. Қазір базар жоқ, багажникті ашып көрмесем, бір қару-жарақ бар шығар. Базар жоқ, мына қару-жарақ шынымен де Раджанды өлтіреді деп ойлаймын. Қазір шығарып алайын. Саған лазерный пушка ма? Полицейский машинада қалай жатыр екен? Ана шынымен де мықты ғой деймін. Қазір осы Раджанды мен точно осындай қару-жарақпен өлтіремін деп ойлаймын. Сен кімсің бәрі? Маған не лазерный пушкамен айтып қоясың ба не? Қазір сені жеп қоям. Базар жоқ, Раджан шынымен де мықты екен ғой. Бағана мен лазерный пушкамен атып, мені талдырып тастады. Қазір бұл жолы енді мен бұны жібермеймін. Лазерный пушкамен соңына шейін өлтіріп тастамасам, болмаса қаланың бәрін қиратып жатыр ғой. Саған керек болса, Раджан, қазір осындай қару-жарақпен сені өлтіретін боламын. Базар жоқ, Раджан шынымен де өліп қалды ма? Жерде жатыр ғой. Базар жоқ. Мына лазерный қару шынымен де мықты екен. Раджан деген дәу құбыжықты өлтіріп тастадым осы қару-жарақ арқылы. Базар жоқ, Раджан шынымен де өліп жатыр ғой. Шынымен де лазерный қару мықты екен. Енді бұл қаланы ешкім қиратпайтын болады. Ал міне достар, видео соңына да келіп жетті. Бүгін видеода біз Раджан деген құбыжықты осындай лазерный қарумен өлтіріптік. Осындай мықты екен лазерный қару-жарақ. Ал ондай болса достар, міне видео соңына да келіп жетті. Осы видеоға лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпаңдар. Ал ондай болса, сау болыңдар.